Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Assalamu alaikum. Құрметті достар, бауырлар, бізде араб тілі 14-ші күн. Бүгінгі тақырып араб тіліндегі 5 сөз тіркесі, соның ішінде бізде соңғысы ишара, исм ишара дегенмен танысатын боламыз. Бүгінгі тақырып осы исм ишара. Сонымен біз айтты, араб тілінде сөздер үшке бөледі: исм, фиғыл, харф деп. Исмнің 4 сипаты бар деп айттық: статус, саны, статусы, саны, тегі, женский, мужской типі, нақты, жалпы деп. Сосын исімдердің ішінде біз нені өттік? Есімдіктерді өттік. Исімдердің ішінде есімдіктерді өттік. Исімнің ішінде біз есімдіктерді өттік та. Есімдіктер дегеніміз неде ол? Исімнің ішінде есімдіктер жатады. Есімдіктер, мен, сен, ол деген бала. Есімдіктер. Бұны міндетті жауапта керек біз дедік. Есімдіктер дедік. Сосын оған жатады бүгінгі тақырып ишара жатады. Екінші түрі есімдіктердің ишара. Ишара дегеніміз бізде де айтады ғой, ишарамен білдіреді, анау мынау нұсқап білдіретін сөздерді исм ишара дейді. Енді әзірге есімдіктерді өттік. Енді сосын ишара бүгінгі тақырыбымыз. Бұлар исімдерге жатады. Сосын біз айтты, араб тілінде сөз тіркесі 5 сөз тіркесімен танысамыз дедік осы курста. Олар: бірінші маусул сифа, екі исімнің қосындысы, біріншісі зат исім, екіншісі сын исім. Бұл екеуі де исімнен құралады. Қалай білеміз? 4 сипаты бірдей болу керек. Сосын жар мәжрур, бұл қалай орындалады? Бұндай тіркес қалай болады? Харф жар плюс исім. Харф жар мен исім бірге келеді. Харф жар дегеніміз не? Бір қайталап жіберейік. Бата, каф, лам, вау, мин, фи, ан, ала, хатта, иля. Харф жар, оның жұмысы өзінен кейінгі исімді жарлау статусын болады, басқа ешқандай жұмыс жоқ. Келесі сөз тіркесі инна және исмуха. Ол не деген сөз? Харф насып пен исімнің бірге келуі. Харф насып дегендеріміз кімдер? Инна, анна, ка, анна, би, анна, лайта, лакинна, лағала. Бұлар харф насыптар. Бұлардың жұмысы не? Өзінен кейінгі исімді насып қылу атайды тұр. Насып статуста олу өзінен кейінгі исімді. Бұлардың ара қашықтығы араларында сөз болуы мүмкін, бірақ харф жар мәжрурда бұл екеуі бірге жүреді. Араларында ешқандай сөз болмайды. Сосын кешегі өткен тақырыбымыз идафа. Идафа дегеніміз екі исімнің бірге келуі. Бұны қалай білеміз? Бұлар мудаф және мудаф иляй деген екі исімнен құралады. Мудаф дегеніміз екі шарт орындалу керек. Бірінші, мудаф табу үшін оның шарты қандай? Екі шарты бар. Бірінші, статусы жеңіл болу керек, тәнуинсіз. Сосын әл деген артикль болмау керек. Сосын мудаф иляй алуады. Мудаф иляй жар статуста болу керек. Мудафтан кейін міндетті түрде келесі сөз мудаф иляй болса, ол жар болады. Осылай біз идафаны ажыратқан болатынбыз. Идафаға бірнеше мысалдар келтірдік. Енді біз харф жар мен харф насқа бір-екі мысалдар келтірейік. Мысалға, харф жар дегеніміз не? Соны бір есімізге түсіріп алайық. Харф жар дегеніміз нелер олар? Харф жар. Бірінші харф насыптан бастайық. Мыналар харф насыптар. Инна, аннака, анна, би, анна дейді. Харф насыптар. Насыптар мыналар. Жетеу. Құранда кезетін 7 түрі харф насып осылар. Бұлардың жұмысы не? Өзінен кейінгі есімді насып қылып алу, басқа ешқандай жұмыс жоқ. Сонымен харф насып. Инна, анна, ка, анна, би, анна, лайта, лакинна, лаалла. Осылар харф насыптар Құранда кезетін. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі есімді не істеу? Насып қылу. Мысалы, Құраннан мысалдар. Мыналар мысалдар көрейік. Инна Аллаха дейді. Инна Аллаха деген бізде харф. Инна деген бізде бұл екеуі тіркес тұр. Қайдан білдік? Себебі бірінші сөз бұл бізде
инна харф насып, сосын оның жұмысы не? Өзіне кейінгі сөзді насып қылу. Алла деген сөз бұл жерде неге насып болып тұр? Себебі иннаның жұмысы. Жақсы, келесі. Аннахум. Бұл не бізде? Қандай тіркес? Бұл да инна және оның исмухасы. Бұл да тіркес неге? Бұл жерде анна деген бізде харф. Анна алдында тұр. Анна бұл бізде харф насып. Сосын хум деген бізде бұл есімдік. Есімдіктің жалғанған түрі бізде не жар болады, не насып болады. Қай кезде насып болады? Егер харф насыпқа жалғанған болса. Бұл жерде харф насыпқа жалғанып тұр. Сондықтан бұл хум деген есімдік насып статуста болып тұр. Анна деген бізде харф насып. Харф насып. Сосын каанна фи узунайхи вақра. Каанна дейді. Қараңыздар, каанна деген мына жерде тұр міне. Харф насып. Харф насыптың жұмысы есімді насып қылу. Бірақ мына жерде каанна фи деген келіп тұр. Фи деген не бізде? Есім ба? Жоқ, бұл есім емес, бұл харф жар. Бұл харф жарға әсер ете алмайды. Каанна деген харф насып, харф жарға әсер ете алмайды. Сондықтан ол келесі сөзге жүгіреді. Келесі сөз узунайхи. Узунайхи насып бола ма? Жоқ. Неге? Себебі ол фимен жар болып тұр. Ол фимен дос. Жар мәжрур, біз айтты, аралығында ешқандай сөз түсірмейді. Сондықтан бұл екеуі, канна бұл екеуіне ешқандай әсерін тигізе алмайды. Сосын ол арғаға кетеді. Хи деген біз жерде мудаф илай болып тұр. Ол да канна оған да әсер ете алмайды. Неге? Себебі ол узунай деген мудаф илай болып тұр. Кейін тағы кетеді. Уақра дейді. Уақра деген сөз бізде насып болып тұр. Неге? Себебі каанна деген харф насып тұр. Сондықтан біз бұны каанна харф насып, оның исмухасы уақра болып тұр. Себебі ол сол себебі кааннаның себебінен ол насып болып тұр дейміз. Сосын залика би аннахум қалу. Би анна, каанна би анна деген. Би анна бізде міне тұр. Харф насып. Би анна бізде харф насып. Сосын харф насып, хум бізде жалғанған есімдік насып болады, не жар болады. Егер алдында харф насып келсе, онда ол насып болып тұр бұл жерде. Би анна хум бізде насып болып тұр. Сосын келесі бізде қандай аят? Я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халилан дейді. Бұл жерде харф насып, қай жерде? Харф насып бізде андай лайта лакинна лаалла. Лайта деген сөз. Лайта бізде мін тұр. Лайта бұл бізде харф насып. Харф насып, оның исмухасы, исмі қайсысы оның? Харф насып, лайта деген мін тұр. Сосын ол оған не деген жалғанып тұр. Не оның исмі болып тұр. Оны қайдан білдік? Ол не деген қайдан шығып тұр? Бұл есімдік, ана деген есімдік бар ғой. Соның жалғанған түрі немесе не дедік. Соның не болып тұр. Не деген бұл ана деген есімдіктен жалғанған түрі. Лайта бізде харф насып, не деген сол насыпта тұрған есімдік. Ана дегеннің насып түрі. Келесі. Лайта бізде списті бар мені. Инна, аннака, анна, би, анна, лайта, лакинна, лаалла. Бұлар мағыналар бар, бірақ әзірге маңызды емес. Әзірге тану. Лакинна албирра. Лакинна бізде бұл харф насып. Оның исмі қайсысы? Албирра. Бирра не үшін насып болып тұр? Себебі алдында харф насып келіп тұр. Харф насыптың жұмысы сол өзінен кейін есімді насып қылу. Түсінікті ғой? Сосын лааллакум ташкурун. Мүмкін сендер шүкірге кетесіңдер деген ба? Мағынасы? Кеттік.
лағалла бізде бұл жерде қайсысы харф насып болып тұр? Лағалла, міне. Лағалла бізде харф насып. Сосын оның исімі қайсысы? Исімі кум деген. Кум қайдан келіп тұр? Бұл бізде есімдік. Есімдік әнтум, сендер деген сөз. Әнтум рафқа ұстасты. Оның насып жарға қалай болады? Кум болады. Ол харф насыпқа жалғаннан кейін кум бізде насып болып тұр. Түсінікті ме? Бұл міне Құрандағы мысалдар. Енді харф жарды көрейік. Харф жарды бір қайталай көрейік. Харф жар деген бізде қайсында еді? Муслим меселесінде айтып қойып. Харф жар дегеніміз мыналар міне. Бұларды міндетті түрде жаттап алу керек. Әрқайсының мағыналары бар. Мағыналарын кейін өтеміз. Алла қаласа. Сонымен харф жар бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бұлар харф жар. Бұлардың жұмысы не? Өзінен кейінгі есімді жар қылу. Бұлар есіммен бірге жүрді. Араларында ешқандай сөз болмайды. Мысалға, Құраннан мысал келтірейік. Харф жармен оның несін? Жар мәжрур дейміз. Есімді харф жармен есімді біз жар мәжрур дейміз. Жар мәжрур міне. Бұлар Құрандағы мысалдар. Кеттік. Құранда келген аяттардан үзінділер мыналар. Sonra бірінші бил муъминина. Бұл жерде харф қайсысы? Би деген бізде харф жар болып тұр. Ол мінтірме би. Бата, каф, лам, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Ол бізде харф жар. Би біріштір. Әл-муъминина. Біз айттық комбинация муслимуна, муслимина, муслимина. Кейде насып, кейде жар болады деді қой. Егер алдында харф жар келсе, ол міндетті түрде жар болып тұрған. Ол жар дейміз. Осылай ажыратамыз. Сонда би деген бізде харф жар, әл-муъминина бізде жар болып тұр, екеуі жар мәжрур болып тұр. Сөз тіркесі. Келесі қалу таллахи. Таллахи деген мына тамин ва, мына тамин мына ва екеуінің мағынасы не деген білдіреді? Ант етемін деген сөз. Таллахи дейді. Олар айтты, Алламен ант етемін деп айтты дейді. Таллахи дегеннің мағынасы ант ету. Та деген харф жар, Аллахи бізде жар болып тұр. Не үшін? Себебі бұл мына харф жардың кесірінен Аллахи деген сөз жар болып тұр. Та мен уаның мағынасы екеуі ант етемін деген ғой. Уәл ғасыр, ғасырмен ант етемін. Ясин уәл Құр'анил хаким, дана Құранмен ант етемін деген бар ғой. Сол уә деген келеді, сондықтан бұл. Бұлар мағынасы таллахи, таллахи Алла деген сөзбен келеді. Уә басқа сөзбен де келе береді. Мағынасы ант етемін. Жарайды, мағынасы біз кеттік. Мен таллахи деген бізде жар мәжрур деген тіркесі болып тұр. Кәғасфин мәкулин. Кәғасфин. Бұл жерде қайсысы? Ка деген бізде бұл харф жар болып тұр. Кәғасфин бізде жар болып тұр. Не себепті? Ка деген харф жардың кесірінен. Харф жар міне ка деген мін тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл екеуі жар мәжрур болып тұр. Валакум. Бізде де мүжірі харф жар айттық. Ба, та, каф, лам, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Мына ла деген негізі и болып келеді. Негізі и болып. Бұл негізі и болып келеді. Бірақ есімдікке жалғанса ол ля болып кетеді. Қалған уақытта негізі ли. Лакум деп тұр ғой мүжірі. Мынау сол мына ли ғой, мына ли харф жар. Неге ля болып тұр? Себебі ол есімдік кум, антум деген есімдіктің жар версиясы, жар түрі, жар статусқа түрі. Кум есімдік болғасын, бұл ля өзгеріп кетеді осылай, ля болып. Тек қана есімдікке ля болады, қалған уақытта ли. Лиллахи, альхамдулиллахи дегенде ли деген харф жар ғой, лиллахи болып тұр. А бұл жерде ля болып тұр. Себебі мына есімдікке жалғанса, олар
олар емес, мына лә болып келеді. Ләм болып келеді харф жар ғой. Сонда екеуі жар мәжрур болып тұр. Сосын так. Міне уәл асри. Уа деген бізде харф жар. Асри бізде әл асри бізде жар болып тұр. Соның кесірінен уа деген біз айттық. Тә мен уа ант етемін деген мағынаны береді. Сонда аср мен ант етемін деген мағына шығады. Міне уәл аср. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында харф жар келіп тұр. Мин анфусикум. Мин деген міне. Бұл не? Харф жар. Харф жар мен тұр міне. Мин анфусики. Мин деген харф жар. Оның жұмысы келесі сөзді исімді жар қылу міне. Анфуси деген жар болып тұр соның кесірінен. Екеуі жар мәжрур. Анфусикум. Анфусикум бізде мудаф илей болып тұр. Идафа болып тұр. Себебі біз айттық, исім мен есімдіктің жалғанса, ол міндет 100% идафа болады дедік. Сосын келесі мысал. Фил қисаси хаятун дейді. Бұл жерде фи деген бізде харф жар болып тұр мені фи. Оны айдан білеміз, оның тұр мені фи. Харф жар, оның жұмысы жар болуына. Әл қисаси бізде жар болып тұр. Неге? Алдында харф жар келіп тұр. Себебі алдында харф жар келіп тұр. Сондықтан бұл екеуі жар мәжрур деген тіркес болады. Сосын тағандай. Келесі. Яс'алунака анил анфали. Ан деген бізде харф жар. Ол мен тұр. Ан. Бәта кафламау мин фи ан. Турала деген. Не туралы? Мен жерден анфал деген. Неме? Соғыстан түскен олжа ма сонда? Олар сұрайды. Олар сенен соғыстың олжасы сұрайды деген сөз бе? Сондай мағынасы. Мағынасы емес. Ан бізде харф жар. Әл-анфали бізде жар болып тұр. Неге? Ан деген харф жардың кесірінен. Харф жардың жұмысы өзіне кейін есімді жар болып түсінікті. Екеуі жар мәжрур болып тұр. Ва аля аллахи. Аля. Бұл харф жар мен тұр. Харф жар аллахи сол себепті жар болып тұр. Екеуі жар мәжрур болып тұр. Хатта матлаил фажр. Бұл не? Бұл Хадр сүресінде ғой, таң атқанға дейін жалғасады дейді ғой. Хатта дейін деген сөз ғой. Матла, матла, таңның атқанына дейін. Хатта деген бұл бізде мен тұр. Хатта харф жар. Сондықтан матла аи деген бізде жар болып тұр. Харф жардың кесірінен харф жар, және исім жар мәжрур. Хатта хинин. Хатта та келіп тұр. Харф жар. Хинин сол себепті жар болып тұр. Жар мәжрур екеуі. Яхди иля ар-рушди. Иля міне. Иля бұл бізде не? Харф жар. Міне тұр. Харф жар. Сондықтан ар-рушди бізде жар болып тұр. Жар мәжрур. Сонымен жар мәжрурға исімге біз мысал жасадық. Мысал келтірдік, қайталадық. Идафаны түсіндік. Идафада мысалға. Бұл жерде бір идафа бір міне. Фәл-ятау калли куллина. Идафа міне тұр ғой. Мұна екеуі идафаның шарттары қалай еді. Бірінші сөз мудаф болу керек. Мудафтың шарты қандай? Статусы жеңіл болу керек. Ол не деген сөз? Тәнуинсіз, немесе комбинацияда нунсыз, яғни анфуси бізде тәнуинсіз. Сосын алиф ләм болмауы мудафта. Жақсы. Егер мудаф сияқты, мудаф болу үшін бұған мудаф илей керек. Мудаф илейдің шарты мудаф илей бізде жар болу керек. Кум бізде жар болып тұр, оны айдан білдік. Кум бізде насыпта болады, жарда болады, бірақ ол исімге қаланса міндетті түрде жар болады. Сондықтан бұл екеуі мудаф илей болып тұр. Идафа болып тұр. Маусу сифа ол ар-рахмани бисмиллахи-рахмани-рахим дегенде бірнеше рет талдап жасады. Сонымен исм ишара, біздің бүгінгі сабағымыз исм ишара. Исм ишара дегеніміз не ол? Олар қайсысы? Исм ишара бізде қазақта айтады, ишарамен білдіру. Олар қандай сөздер? Анау, мынау деген сөздер ғой. Анау,
аналар, мыналар дегендерді біздер ишарамен көрсету деп айтамыз. Соны арабтардан келсе болса керек, арабтар сондай сөздерді исм ишара деп атайды. Олар қандай? Міне. Олар мыналар. Исм ишара мыналар олар. Бұл исм ғой. Бұлар исмдер. Сондықтан бұлардың бірлік, жекеше түрі, екілік түрі, сосын көпше түрі деген болады. Міне бірінші хаза деген бұл. Мынау деген сөз. Бірлік түрі. Хазани. Ани деген бізде комбинация қаланып тұр. Хазани бұл екілік түрі. Сосын хаулаи көпше түрі. Мыналар деген сөз. Дұрыс қой. Енді біз айттық, есімде саны болады дедік та. Саны жекеше, екілік, көпше. Оны түсіндік міне. Хаза, хазани, хаулаи. Енді мужской, женский болады. Хаза, мынау деген сөз. Оның мужской болады, ал женский қалай болады? Хазихи болады. Хатани, екілік түрі. Мына екеуі, мына екеуі. Женский түрі хатани болады. Мыналар деген женский түрі, оларда хаулаи болады. Хаулаи бірдей. Сонда тек мужской болады, мынаусы бір. Әртірі хаза, хазихи. Мынау, хаза, мынау, оның женский түрі хазихи. Бізге мына екілігі маңызды емес. Мынау маңызды емес. Көп кездеспейді Құранда. Кездеседі, бірақ аз. Сондықтан бізге тек мына жекеше түрі мен көпше түрі хаза, хаулаи қажет бізге. Сосын бұлар жақын жердегі сөздерге қолданады. Мынау, мыналар. Қолмен көрсетеді ме? Жақын жерде болса мынау, мыналар. Бұлар жақын жерде. Енді алыс болса қалай болады? Алыстар олар аналар дейді. Анау, аналар. Оған залика дейді. Жекеше түрде залика, анау дейді. Алыстағы нәрселерге ишара білдіріп сілтейді. Анау дейді. Алыс болса анау. Заника, анау екеуі, екілік. Екілік бізде көп маңызды емес. Улаика, аналар дейді. Анау тұрғандар улаика, алыстағыларға улаика дейді. Мына хаулаи деген тек адамдарға қолданады. Адамдарға, әйелдерге, ерлерге. Енді бұл мужской болады, женский болады, тилька болады. Тилька анау деген. Сосын таника бұл дейтін екілік түрі, маңызды емес әзірге. Улаика бірдей. Женский родта улаика, мужской родта улаика. Бұлар алыстағы нәрсеге қолданады. Сонымен бізге керек нәрсе мыналар. Исм ишарада мына үшеуі, осы алтауы керек. Хаза, хазихи, хаулаи. Бұлар қай кезде қолданады? Бұлар жақын кезде қолданады. Жақын нәрсеге айтылады. Хаза, мынау дейміз, ол жақын болғасын, біз жақын нәрсеге мынау деп қолданамыз, дұрыс па? Сондықтан бұл үшеуі жақын нәрсеге қолданады. Мағынасы жүрей бара үйренеміз, жалпы айтып отыр. Жақын деген. Жақын деген мағынаны білдіреді. Жақын деген жақын нәрселер қолданады деген ғой. Хаза, хазихи, хаулаи. Хамен басталса, олар жақын нәрсеге сілтеп тұр деген сөз. Исм ишаралар. Енді алыс болса қалай болады? Алыс болса міне залика, тилька, улаикаға жақын алыс нәрселерге қолданады. Бұлар сілтеу есімдіктер ғой. Анау, залика, анау, хаза, мынау деген сөз ғой. Жақын болғасын біз мынау дейміз ғой. Хаза, мынау деген сөз. Бұның мынау мужской род, женский род хазихи, мынау деген сөз. Хаулаи, көпше түрі мыналар деген сөз. Сосын алыс болса, анау болса залика болады. Алысқа қолданады. Женский родта тилька болады. Сосын улаика деген аналар, көпше түрде. Анаулар. Сілтеу есімдігі. Енді біз айттық қой, бұлар исімдер. Исімнің төрт сипаты болады дедік. Исімнің төрт сипаты болады дедік. Дұрыс қой. Қандай? Статус керек. Бұларда статус болады дедік. Сосын саны болады дедік. Сосын
тигі болады дедік, мужской женский. Сосын типі болады дедік. Типі. Енді қараңыздар. Статусы рафха насып жар. Рафха насып жар. Мыналар хәза. Хәзаның рафха насып жары осы бір түрі бар. Муса деген сияқты. Бұл мүлдем икемсіз сөздер. Яғни статусы біреу ғана. Рафхасы да осы хәза. Насыбы да осы хәза бар. Жары да хәза бар. Бұл ұялшақ дейміз бе, қалай айтамыз? Бұлар насып бола алады, бірақ көрсете алмайды. Un, an, in деген нелермен, тәнуиндермен харакамен көрсете алмайды. Хәза біз рафха да болуы мүмкін, насып та болуы мүмкін. Сосын жар да болуы мүмкін. Хәзихи де солай. Хәзихи статусы рафха, насып, жар да осылай. Үшеуі де бірдей. Статус мүлдем икемсіз деп айтамыз. Муса деген сөз мысалға. Муса деген сияқты. Муса, рафха, насып, жар да бірдей. Сол сияқты бұларда хәзихи, насып, жар да бірдей. Хәуләи, бұл да солай. Рафхасы да хәуләи бар. Насыбы да хәуләи бар. Жар да хәуләи бар. Түсінікті ме? Зәлика да солай. Зәлика, рафхасы да зәлика. Насыбы да зәлика. Жар да зәлика. Бұлар сол статуста бола алады, бірақ көрсетпейді. Себебі бұлар есімдер ғой. Есімдер болғасын бұлар рафха, насып деген статус болу керек. Бірақ көрсете алмайды да. Тилька. Рафхасы да тилька болады. Насыбы да тилька болады. Жары да тилька деген болады. Түсінікті ме? Уляйка. Бұл да рафхасы да уляйка. Насыбы да уляйка. Жар да уляйка. Сосын типі дедік. Типі деген не? Типі жалпы немесе нақты дедік. Бұлардың барлығы нақты. Есімдіктер сияқты бұлардың барлығы нақты бар. Хәза бізде нақты бар. Хәзихи нақты. Хәуләи нақты. Себебі біз көрсетіп тұрмыз, білеміз ғой нақты. Бір нәрсені көрсетеміз. Міне мынау, мыналар деп көрсеткесін бұлар нақты болып тұр. Анау, аналар дегесін бұл нақты бар. Барлығы типі нақты бар. Түсінікті ғой? Сонымен статусы кетті, типі кетті. Енді санын айттық. Хәза бұл жекеше түр, мынау деген. Оның сосын хәзихи бұл да бірлік. Хәзихи мынау женский родта ғой. Хәуләи мынау көпше түрде. Хәуләи көпше түр, саны көпше түрде. Аналар. Зәлика. Мына хәуләи мыналар. Адамдар мен әйелдер, тек қана адамдарға қолданады. Тек қана адам дегенде жын, періште солар кетіп келеді ғой. Соларға заңсыз заттар кірмейді бұған. Хәуләи мыналар жақын нәрсеге қолданады ғой. Енді зәлика деген бұлар кәдіммен бітіп тұр ғой. Содан айыра аламыз. Бұлар алысқа қолданады. Зәлика деген бұл бізде. Анау деген сөз. Бұның саны жекеше түрде тұр. Анау жекеше түрде. Женский родта тилька анау деген сөз. Жекеше түрде. Уляйка аналар. Анаулар десек, анаулар. Бұл көпше түрде. Саны көпше түрде міне. Енді тигі. Женский, мужской. Хәза бізде мужской. Хәзихи женский бар. Хәуләи мужской да бар, женский да осылай. Мужской да, женский да бірдей. Зәлика бізде мужской ма, женский ма? Бұл мужской, но женский. Тилька женский. Хәуләи женский да осы, мужской да осы. Түсінікті ма? Женский да былай қызылмен белгілеп қойайын. Сонымен бұлар бізде исім ишаралар. Неге ишара? Ишарамен білдіреміз, анау, мынау деп. Сондықтан бұларды исім ишара деп атайды. Енді біз айттық, бұлардың рафха, насып статустары бірдей. Осы хәза, хәзихи, улайка, хәуләи өзгермейді. Яғни, не дейді оны? Мәбни деп қояма, арабша. Зәлика, тилька. Уляйка. Онай. Неге себебі бір түр. Үш статуста да бірдей бар. Типі нақты, барлығы да нақты бар. Женский тек мыналар. Хәзихи, тилька деген женский. Енді бұлар қалай қолданады? Біз айттық қой. Бұл арабша сөз тіркесі исім ишарамен болады деп. Міне, бесінші исім ишарамен. Ол не деген сөз? Егер осылар, міне, қараңыздар. Хаза деген сөз.
Осы қайсысы болмасын, осы сөзден кейін келесі сөз, осы қайсысынан кейін әл келсе, әл деген артикль бар ғой, әл келсе, онда бұл сөз тіркесін қарап тұр деген сөз. Түсінікті ме? Өте оңай. Осы міне хаза деген әл келсе, ол сөз тіркесі дейміз. Міне әл деген хазаны кетірсек, міне әл келсе, осылардың қайсысы біріне, любойын, қайсысы бірінен кейін келесі сөз міндетті түрде әл болса, онда біз айтамыз, бұл тіркес болып тұр дейміз. Тіркес. Міне әл болса, тіркес дейміз. Енді көрейік. Мысал көрейік. Мысалмен әл жоқ болса, ол басқа бір демей. Әл болса, біз айтамыз, бұл тіркес болып тұр дейміз. Кеттік, мысал көрейік. Мағынасын білген жөн, бірақ әзірге маңызды емес, түрлерін жаттап алсаңыз болды. Хаза, хазихи, хаулаи. Залика, тилка, улаика. Құрайш сүресін білеміз ба? Құрайш сүресінде мысалға Құрайш сүресін көрейік. Құрайш сүресінде бар ғой? Не дейді? Робби хазал байт деген бар ғой? Құрайш сүресінде мысалға көрсетейік. Қараңыздар. Құрайш сүресінде бұл исм ишара келеді. Құрайш сүресін жаттаған болсақ, міне қараңыздар. Құрайш сүресі бұлар Құранда өте көп, сондықтан біз бұны білуге міндеттіміз. Қараңыздар, міне. Құрайш сүресі фәлиъбуду, міне фәлиъбуду рабба хазал байти. Көрдіңіздер ме? Біз айттық, міне хаза деген мін тұр. Мынау міне. Хаза деген міне. Бұл жақын нәрсеге білдіреді. Мынау деген мәнін білдіреді. Мынау әл-бәйти деген бізде не? Үй деген мәнін білдіреді. Біз айттық, егер хазадан кейін міне әл келсе, онда ол тіркес болады. Міне хаза, содан кейін әл келіп тұр міне. Бірден әл келіп тұр. Сонда бұл тіркес болып тұр. Мағынасы мына үй дейді. Мына үй. Көрдіңіз бе? Мыналардың қайсысы бірінен кейін әл келсе, біз оны тіркес дейміз міне. Хаза әл-бәйти. Өте оңай. Мысал келтірейік енді, басқадан мысалдарды. Бұл Құрайш сүресінде мысал. Енді бізге ажырату керек мынау. Міне жатты ғой бізде. Мысалға да мысал келтірген. Міне хаза бізде исм ишара. Одан кейін әл келіп тұрма, онда сол сөзбен ол тіркесіп кетеді. Тіркес деп айтамыз. Сөз тіркесін қарап тұр. Мына жерде мына фи тұр, қараңыздар. Хазихи деген біздің ишарамыз, женский родта. Хаза мужской род, мына женский род. Бұның статусы қандай? Насып па, рафқа ма, жар ма? Білмейміз. Бірақ мына жерде фи тұр. Фи дегеніміз харф жар. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі сөзді жар қылу. Хазихи бізде жар болып тұр. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз хазихиден кейін әл келсе, онда ол тіркес болып келеді. Әл-хаяти, міне хазихи әл-хаяти. Мына дүние, мына өмір деген ғой, мына өмір деген мағына. Бұл екеуі тіркес түрінде. Әл-хаяти. Хазихи әл-хаяти. Міне хаза деген тағы келіп тұр. Хаза біздің ишарамыз. Сосын одан кейін әл келіп тұр. Сонда бұл екеуі тіркес болып тұр. Хазал Құрану, мына Құран деген мағынаны білдіреді. Құранды бәріміз білеміз ғой. Сонда мына Құран деген сөз. Мынау Құран, мына Құран деген сөз. Бұл бізде не? Тіркес, сөз тіркесі. Енді егер мыналардан кейін егер не келмесе, әл келмесе, онда ол баяндаушы сөйлем болып кетеді. Мысалға, міне тилкадан кейін тилка худуду Аллахи, мына екеуі мудаф болып тұр. Тилкадан кейін алиф лам жоқ болса, бұл сөйлем болып тұр уже. Мына бізде тилка деген женский родта анау
tilka дегеніміз алысқа қолданады дедік қой. Tilka дегеніміз міне алысқа қолданады. Tilka дегеніміз. Аналар Алланың белгіленген шекаралары деген ғой. Мағынасы. Сонда бұл сөйлем болып тұр. Мынау бізде сөйлем болады да, ал олардан кейін әл келсе бұл сөйлем сөз тіркесі болады. Кеттік. Тағы қандай мысал бар мына жерде? Бір-екі мысал келген. Енді мына жерде улаика бізде мін тұр. Улаика дегеніміз алысқа қолданады. Аналар деген сөз. Анаулар. Улаика асхабу аннари. Асхабу аннари бізде мудаф илей болып тұр. Тозақ адамдары деген сөз. Енді мына жерде улаика исм ишарадан кейін бізде мына жерде алиф лам жоқ қой. Сондықтан бұл тіркес болмайды, бұл сөйлем болады. Аналар тозақтың адамдары деген мағынаны білдіреді. Бұл сөйлем болып тұр толық. А мынау толық сөйлем емес. Себебі бұл сөз тіркесі. Қайдан білдік? Біз айтып отырық. Егер исм ишарадан кейін әл келсе, бұл сөйлем болмайды, бұл сөз тіркесі болады. Мынау сөз тіркесі. А мынау сөйлем. Неге? Себебі tilka hududu Аллахи деген tilka дегеннен кейін алиф лам жоқ. Сондықтан бұл толық сөйлем болып тұр. Түсінікті ма? Улаика деген сөз алиф лам жоқ, онда бұл толық сөйлем болып тұр. Мынау толық сөйлем. Олар тозақтың адамдар деген сөз. Сөйлем мынау. Толық сөйлем мынау. Толық сөйлем. Мынау да толық сөйлем. Tilka аналар Алланың белгіленген шекаралар деген сөз. Мынау хазихи деген бізде исм ишарада мін тұр. Хазихи. Жақын нәрсеге болды. Мынау деген, бірақ женский родта. Енді қараңыздар. Хазихи нақату Аллахи. Нақату Алланың түйесі деген сөз. Сонда мағынасы қалай шығады? Бұл сөйлем болып тұр. Неге? Себебі хазихи ишарадан кейін исм ишара деген алиф лам жоқ. Сондықтан мынау толық сөйлем болады да. Толық сөйлем болады. Хазихи мынау Алланың түйесі деген сөз. Сөйлем. Хазихи нақатуллахи. Енді неге бұл жерде қараңыздар. Мынау женский, мынау мужской дедік қой. Хаза мужской, мынау женский. Енді қараңыздар. Не үшін біз мына жерде женский версиясы қолданып тұр, женский түрі қолданып тұр. Себебі мына нақату деген бұл түйенің ұрғашысын айтады. Түйенің ұрғашысы бізде тамар ботаты, бұл женский родта сөз. Сондықтан біз женский родта қолданып тұрмыз. Хазихи нақатуллахи. Нақатуллахи бізде мудаф илей болып тұр. Енді не себепті хаза емес хазихи қолданып тұр? Себебі мына женский родта сөз. Түсінікті ме? Сол сияқты міне Құран дегенде хазал Құрану, мына Құран деген. Неге мужской родта қолданып тұр? Себебі әл Құрану бізде мужской родта сөз. Көрдіңіздер ме? Түсінікті ме? Тағы мынандай сұрақ бар. Мына жерде фи хазихи әл хаяти. Тамарбута, мынау женский родта сөз. Сондықтан исм ишараның женский версиясы қолданып тұр міне. Мынау женский родта, оны қайдан білдік? Тамарбута тұр. Сондықтан хазихи бұл женский родта қолданып тұр. Хазал байту дегенше. Әл байту бізде бұл мужской род үй деген сөз ғой. Мужской родта сөз. Сондықтан хаза мужской версиясы қолданып тұр. Хаза мужской версиясы. Көрдіңіздер ме? Мына қай кезде мужской болады, егер бұдан кейінгі сөз, мысалы, мынау дедік қой, көрсетіп тұрған нәрсеміз мужской родта болса, хаза қолданады. Ал хазихи көрсетіп, мынау деп көрсетіп тұрған сөзіміз женский болса, сол женский қолданады. Бізге әзірге бұлай тіркесті құру бізге маңызды емес, бізге әзірге түсіну, қайсысы сөйлем, қайсысы не екенін. Бізге бұлай сөйлем құрастыру, әзірге сөз тіркесін құрастыру, бізде ондай мақсат жоқ. Бізге әзірге тану осындай сөз тіркестерін. Мынаның барлығы Құранда келген аяттардан үзінді. Хазал байти, бұл сөйлем емес, бұл сөз тіркесі. Қайдан білдік? Исм ишарадан кейін мына жерде әл деген тұр міне. Сондықтан біз бұны сөз тіркесі дейміз. Мына жерде де хазихи әл хаяти. Бұл сөйлем емес, сөз тіркесі. Қайдан білдік? Исм ишарадан кейін мына жерде алиф лам тұр міне тұр. Мына алиф лам тұр міне. Әл деген артикль тұр. Сондықтан бұл сөз тіркесі. Хазал Құрану. Бұл да сөз тіркесі. Қайдан білдік? Исм ишарадан кейін әл келіп тұр.
Қай кезде сөйлем болады? Толық сөйлем. Міне, исм ишаралардан кейін, мыналардан кейін әл болмаса болды, ол сөйлем деген сөз. Толық сөйлем басталып жатыр. Міне, мынау толық сөйлем. Қайдан білдік? Себебі әл жоқ. Тилка худуду Аллахи. Алланың белгілеген шекаралары. Мыналар, аналар. Алланың белгілеген, олар, яғни олар деген, аналар дейміз. Алланың белгілеген шекаралары. Бітті, толық сөйлем мынау. Улаика асхабу аннари. Бұл толық сөйлем. Қайдан біліп тұр? Себебі мына улаика ишарадан кейін алиф лам жоқ, сондықтан бұл толық сөйлем болады. Улаика алысқа қолданады. Міне улаика. Олар, аналар, тозақтың адамдар деген сөз. Асхабу аннари. Нар деген тозақ деген, от деген, тозақ деген мағынада болады. Түсінікті ме? Кімде қандай сұрақ бар? Исм ишара дегеніміз осы. Хазихи нақатуллахи. Бұл да толық сөйлем. Қайдан білдік? Хазихи деген алиф лам келмей тұр. Сондықтан бұл толық сөйлем. Нақату деген түйе, ұрғаш түйе. Сондықтан бұл хазихи қолданып тұр. Женский ропта сөз. Мағынасын білмесек те мейлі тамақ болып тұр. Сондықтан бұл женский ропта сөз деп айтасақ болады. Бұл толық сөйлем. Толық сөйлем қайдан білдік? Исм ишарадан кейін не келмей тұр? Әл келмей тұр. Әл келсе ол тіркесіп кетеді. Міне исм ишара плюс мына жерге әл деп қояйық. Исм ишара плюс әл болса, онда біз сөз тіркесі дейміз оны. Так, кешірім сұраймын, не болып кетті мынау. Бүгінгі тақырыбымыз осы исм ишара. Не болып кетті мынау? Неге мынандай болады? Исм ишара плюс әл болса. Ол сөз тіркесі болады бізде. Арабша сөз тіркесі болады. Біз бүгін сөйлемде де кішкене өтіп кеттік сонда. Көрдіңіз бе? Арабша сөйлемде өзі біреумен таныстық қай кезде ол сөйлем болатын. Мына жерге сүкін қойын дейтін. Қазір мысал келтіреміз енді. Мысалдарға жібереміз. Міне, әл исм ишара дегеніміз мыналар. Хаза, хазихи, осылардың қайсысы бірінен кейін әл келсе, онда біз айтамыз, бұл сөз тіркесін құрап тұр дейміз. Сөз тіркесі Құран оқығанда бөліп оқыса болады ма? Так, Құранда біз қай кезде тоқтаймыз? Ол басқа тақырып, оны айта алмаймын. Так, тоқтап оқысақ болады дейме? Қалай осында? Хазихи сөз тіркесінде тегі хаза деп тоқтауға болады дейсіз бе? Тоқтайтын. Так, фиха. Мысалға сөз тіркесінде негіз тоқтауға болмайды ғой? Тоқтай алмайды сияқтысыз. Точно ұстаздардан сұрау керек. Нақты айта алмаймын. Мысалға мен жерде қалай тоқтайсыз? Фи хазихи хаяти әл-хаяти әд-дуния. Білмедім, оны айта алмаймын жауабын. Сонымен біздің мақсатымыз қазірге ендігі жұмыс мысалдар бар, содан біз тану керекпіз. Бұл сөйлем бе, әлде сөз тіркесі ме? Кеттік. Міне би харф жар, хазихи бізде жар мәжрур болып тұр. Мына екеуі жар мәжрур. Жақсы. Енді хаза мін тұр ғой. Бұл бізде не? Исм ишара. Мынау сөз тіркесі ме, сөйлем бе? Біріншісі жауабын жазып жіберсеңіз. Бірінші сөз тіркесі ме, сөйлем бе? Мағынасын білмесек те біз айту керекпіз, тану керекпіз. Бүгінгі тақырып. Сөз тіркесі ме, сөйлем бе? Бір. Хаза бізде бұл жарды болып тұр, қайдан біліп тұр? Мына жерде би деген харф жар болып тұр. Бұлар көрсете алмайды. Рафас та хаза, насыбы да хаза, жар да хаза. Бір бізде сөйлем бе, сөз тіркесі ме? Сұрақ сол. Мағынасын білмесек те біз қарағанда ажырату керекпіз. Сөз тіркесі ме, сөйлем бе? Сөз тіркесі, иә? Неге? Себебі әлі келіп тұр. Бітті, сөз тіркесі. Мағынасы не дейді? Мына хадис деген, пайғамбарымыз хадис дейміз ғой, сол сияқты мына сөзге деген ғой, мына сөзге. Кәф сүресінде келеді ғой. Хаза деген мынау деген сөз, әл-хадиси мына сөз деген. Мына сөз. Бұл тіркес кеттік. Хазихи
сәбили. Мынау сөйлем бе? Төрт. Әлде сөз тіркесі ме? Хазихи бізде женский родта сөз. Мынау деген жақын ауылданады міне хазихи. Неге женский айтамын. Бірақ сұрақ әзірге төрт. Сөз тіркесі ме? Сөйлем бе? Төрт. Төрт, сосын жауап жасаңыз, сонда ыңғайлы бар. Төрт бізде хаза исм ишара. Содан кейін бізді қараймыз. Әл бар ма, жоқ па міне? Әл жоқ. Әл жоқ болса біз айтамыз, бұл сөйлем, иә, дұрыс. Хазихи сәбили. Мағынасы хазихи. Айттық қой міне, жақын нәрсе қолданады. Мынау деген сөз. Мынау сәбили, сәбили деген жол. Менің жолым деген сөз. Хазихи сәбили. Не үшін женский род? Себебі сәбили деген сөз, сәбили деген жол деген сөз, ол женский род. Арабтар женский родты қолданады. Сондықтан бұл женский версиясы қолданып тұр. Хазихи деген. Бұл сөйлем, дұрыс, кеттік. Хаулаи шуфауна. Сөйлем ба? Сөз тіркесіме жеті. Мағынасын кейін етеміз. Сөйлем ба? Сөз тіркесіме. Шуфауна. Хаулаи бізде бұл исм ишара. Қайдан білдік? Мүнтір. Бұны міндетті осылай. Рафқа насып жарыда осылай болады. Барлығын жаттау болу керекпіз. Міне, енді Құранда көп кездеседі. Құран оқыған сайын жатталып кетеді. Мағыналарда хаулаи бұл көпше түрде жақын нәрсеге қолданады. Сондықтан мыналар деген сөз бар. Мыналар хаулаи шуфауна. Жеті сөйлем. Я сөйлем мыналар біздің шапағатшыларымыз деген мағынаны білдіреді. Сөйлем екен, толық сөйлем. Қайдан білдік? Хаулаи, яғни исм ишара деген әл жоқ. Көрдіңіздер ме? Оңай, оп-оңай. Керемет. Келесі. Уахаза ан-набию. Ан-набию. Он. Мен жерде мына хаза бізде исм ишара. Сөйлем бе? Сөз тіркесі ме? Хаза деген жақын жерге қолданады. Мынау деген. Он сөз тіркесі қайдан білдік? Әлиф ләм тұр міне. Әлиф ләм. Әлиф ләм болса, бұл сөз тіркесі дейміз. Толық сөйлем емес, сөз тіркесі. Мынау елші деген бе? Сондай мағына. Нәби. Нәбию. Келесі. Мағынасы әзір маңызды емес. Фи хаза л-Құр'ани. Фи бізде харф жар. Оның жұмысы не? Өзінен кейінгі исімді жар қылу. Хаза бізде жар болып тұр. Екеуі жар мәжрур. Қайдан білдік? Себебі фи харф жардың жұмысы сол. Хаза бізде рафасында, насыбыда, жарда бірдей. Жақсы. Бірақ сұрақ, бұл сөйлем бе? Сөз тіркесі ме мына 13. Фи хаза л-Құр'ани. Сұрақ сол. Хаза мынау деген сөз. Мынау деген деуге. 13. Сөйлем бе? Сөз тіркесі ме? Соны ажыратсақ болды. Сол жетіп бізге. Мағынасы маңызды емес. Фи хазал Құр'ани. Құр'ани деген Құран деген сөз. Сонда фи деген мынаның ішінде, мына Құранда деген сөз ғой. Мына Құранда деген сөз. Мына Құранның ішінде біз көптеген мысалдар келтірдік деген сияқты. Фи хазал Құр'ани. Бұл бізде 13 сөз тіркесі. Қайдан білдік? Хазадан кейін әлиф ләм келіп тұр. Кеттік. Хазихи аш-шаджарата. Хазихи исм ишара, женский род тұтып. Не үшін айтам? Хазихи аш-шаджарата. 16 сөйлем бе? Сөз тіркесі ме? Бізге сол маңыздысы. Ажырату керекпіз. Сөйлем немесе сөз тіркесі қайсысы? Хазихи аш-шаджарат бұл дейтін женский родта сөз. Қайдан білдік? Тамарбута көбіне женский родта сөз. Сондықтан бұл жерде хазихи женский родта. Мынау дегеннің женский версиясы қолданып тұр. Енді мына хазихи аш-шаджарата бізде сөз тіркесі ме? Сөйлем бе? Бұл сөз тіркесі қайдан білдік? Хазихи исм ишарадан кейін әл болса сөз тіркесі болады. Мін тұр. Исм ишара плюс әл болса сөз тіркесі болады. Бітті. Мағынасы мына ағаш адам атағымен Хауаны айтады, мына ағашқа жоламаңдар деп. Бұл Құраннан аяттан үзінділер.
не үшін женский версиясы қолданып тұр? Себебі әс-сәжара деген женский родтағы сөзге кейін сөз тіркесі болып тұр. Себебі хазихи исм ишара деген алифтан келіп тұр. Өте оңай. Кеттік. 17. Хазихи мин индика. Хазихи исм ишара мин индика. Сөйлем ба? 17 сөз тіркесі ме? Сол мағынасы маңызды емес. Исм ишара сөз тіркесі болу үшін әл келу керек. Бірақ бұл жерде әл деген жоқ, мин харф жай кетіп қалды. Сондықтан бұл 17 сөз тіркесі сөйлем болады. 14. 17 сөйлем дұрыс, керемет. 14. Инна. Инна деген бізде не? Инна деген кім біледі? Иннаны кім танып тұр? Мағынасын білмесек те өзі тану керекпіз. Біздің курстың мақсаты осы. Бірінші курс қой. Бұл араб тілін түгел бітіру деген сөз емес бұл курста. Мынаны білу керекпіз. Осы курсты бітіргенде мынау не екен? Сосын мына хаза дегеннің статусы керек. Инна деген бізде 14 сөйлем дейді. Дұрыс. Инна бізде харф насып, хаза бізде насып болып тұр. Аду лака, адун лака дейді. Инна хаза аду лака. Бұл сөйлем неге? Хазадан кейін алиф лам жоқ. Сонда мағынасы арасында мынау саған дұшпан, аду деген Құранда көп келеді ғой. Шайтан сендердің анық дұшпан, адуын мубин деп келеді ғой. Саған анық дұшпан дейді. Саған дұшпан мағынасы. Хаза бұл толық сөйлем. Инна хаза арасында бұл, мынау. Мынаны бұл десек те болады. Жақын нәрсе. Бұл, мынау. Расында бұл саған дұшпан, сенің дұшпаның деген мағынада. Сөйлем, толық сөйлем. Қайдан білдік? Хазадан кейін алиф лам жоқ. Кеттік. 11. Хаза раби. Хаза раби. Мынау немесе бұл рабби дегенде бәріміз білеміз. Рабби бұл мудаф илей болып тұр. Сонда бұл 11. Сөйлемді сөз тіркесі ме? Хаза раби. Бұл қалай аударамыз? Не үшін бұл керек? Сөз тіркесі ме? Сөйлем бе? Аударғанда керек. Енді мысалға хаза деген, мынау бұл дегенде. Бұл сөйлем. Қайдан білдік? Алиф лам жоқ. Сөйлем болса біз айтамыз. Мынау бұл менің раббым. Менің раббым деген міне рабби и. Ана дегеннің нас немесе жары, и немесе ми. Рабби бізде мудаф болып тұр. Идафа мудаф илей болып тұр. Сондықтан біз мағынасы қалай болады? Мынау бұл менің раббым. Бұл толық сөйлем. 11 сөйлем. Кеттік. 8. Хазани хасмани. Бұл сөйлем бе? Сөз тіркесі ме? Мағынасын білмей. Екілік тура айтып отыр. Неге? Себебі мына жерде әни деген комбинация тұр. Мынау екіліктің комбинациясы. Сонда бұл сөйлем. Қайдан білдік? Хазани бұл исм ишара, одан кейін алиф лам жоқ. Сондықтан бұл сөйлем. Мағынасын білмесек те. Хасмани деген екен. Жар маңызды емес. Кеттік. Залика матаул хаяти дунья. Аударатын болсақ, бұл сөйлем бе? Сөз тіркесі ме? Соған байланысты біз аударамыз. Залика матаул хаяти дунья. Залика деген қайдан шығып тұр? Залика алыс нәрсе қолданады. Анау жекеше түрде. Оның женский версиясы тилька. Анау алысқа қолданады. Ишара. Анау залика. Заликадан кейін алиф лам болса сөз тіркесі болады. Әл болса сөз тіркесі. Бірақ бұл жерде сөз тіркесі жоқ. Сондықтан бұл бастауыш болып келеді. Залика, анау деген бастауыш болып келеді сөйлемде. 8 сөйлем дейді тұрсы я. 5 де солай сөйлем. Неге? Себебі алиф лам жоқ. Сонда анау, залика, ол немесе анау, матаул хаяту дуния. Бұл жалған дүниенің қызығы деген мағынаны білдіреді. Толық сөйлем болады ғой. Мынау, анау алысқа қолданады ғой. Залика, анау. Матаул хаяту дуния, жалған дүние деген сөз. Құранда көп кездеседі. Хаяту дуния дейтін Кахф сүресінде 4 рет кездеседі ғой. Матаул ясин деген кездеседі. Дұрыс па? Сонда анау жалған дүниенің қызығы, матаул қызығы сондай ғой.
Бұл толық сөйлем етіп аударамыз сонда. Кеттік. Екіде қалай дейді. Тилка аяту әл-китаби әл-хакими. Тилка аяту. Мынау бізде сөйлем бе, сөз тіркесі ме? Тилка деген қайдан келіп тұр? Бұл бізде исм ишара. Исм ишара қайдан білеміз? Міне, алысқа қолданады екен. Залика, тилка. Тилка женский род. Бір нәрсені айтуым керек. Тилка дегеніміз не дедік? Біз алысқа қолданады дедік. Анау дедік. Енді бұл көпше түрде де қолданады. Біз айттық қой, жекеше анау көпше түрде улаика аналар болса, тилкада аналар деген мағынаны білдіреді, анаулар, олар деген мағынаны білдіреді. Қай кезде? Егер бұлдан кейін бұзылған көпше түр немесе бұзылған көпше түр келсе, бірақ бұл жерде аяту бізде көпше түрде белгілер деген сөз ғой. Аяту муслиматун, муслиматин, муслиматин деген комбинация, бұл көпше түр. Сондықтан тилка бізде мына көпше түрде мағынаны білдіреді. Не үшін? Себебі арабтарда мынандай ереже бар. Егер көпше түрдегі сөз заттарға қатысты болса, оны женский родтағы сөз деп қолданады ғой. Сондықтан бұл жер женский родта қолданып тұр. Біз айттық қой, бұзылған көпше түр, егер заттарға қатысты болса, ол женский род, жекеше түрдегі. Сондықтан аяту бізде бұл бізде көпше түр, заттарға қатысты болғасын, бұл жерде тилка деген женский родта қолданып тұр. Бұны сосын өтеміз. Екі тилка деген дұрыс. Тилка сөйлем. Сонда тилка аяту бізде белгілер, яғни мұғжизалар, әл-китабу әл-хакими бізде мынау маусы сифа болып тұр. Қайдан біліп тұр? Әл-китаби мынау мудаф идафа болып тұр. Мынау идафа болып тұр. Аяту. Сосын әл-китаби әл-хакими бізде маусуф сифа. Қайсысы маусуф? Әл-китаби маусуф, әл-хакими бұл бізде сифа болып тұр. Сонда аналар дана кітаптың белгілері дейді. Тилка деген бізде алысқа қолданады дедік қой. Бұл бізде сөйлем. Сондықтан біз айтамыз, тилка бізде баяндауыш болып тұр. Олар немесе аналар немесе олар дана кітаптың белгілері, мұғжизалары деп қолданамыз. Жақсы, мағынасы маңызымыз кеттік. Үште қалай болады? Хаулаи қауми. Хаулаи әл-қауми. Сөйлем бе, сөз тіркесі ме? Бізде үш сөз тіркесі ме, сөйлем бе? Біз айтты, исм ишарадан кейін әл келсе, не болады дедік? Ол сөз тіркесі болып кетеді дедік. Міне. Сонда хаулаи әл-қауми не болады? Сөз тіркесі болады. Сөз тіркесі дұрыс, керемет, тамаша. Тилка ад-дару әл-ахирату дейді. Тилка исм ишара, қайсысы? Женский родта алысқа қолданады. Міне, тилка деген алысқа қолданады. Ад-дару деген мекен, үй деген. Тилка анау, ол немесе мағынасы. Ад-дару мекен, ахиреттің ад-дару соңғы мекен бе? Анау соңғы мекен деп аударамыз да. Яғни мағынасы әзірге маңызды емес. Сөз тіркесі ол. Неге? Себебі әлі келіп тұр, мен жерде әлі тұр. Сондықтан біз бұл сөз тіркесі дейміз. Кеттік, мағынасы маңызды емес. 6 сөз тіркесі болып тұр. Себебі әлі келіп тұр. Кеттік. 9 қалай? Улаика асхабу әл-джаннати. Мынау мудаф идафа болып тұр. Неге? Мынау сөйлем бе, сөз тіркесі ме? Мынау бізде идафа болып тұр. Оны айдан білдік. Мынау мудас сияқты қайдан білдік? Себебі статусы жеңіл, алиф лам жоқ. Жақсы, мудаф болу үшін бұған мудаф илей керек. Әл-джаннати мудаф илей ме? Мудаф илей болу үшін ол жар болу керек. Әл-джаннати бізде жар болып тұр. Сонда бұл мудаф илей. Жаннаттың адамдары деген мағынаны білдіреді. Енді мынау улаика олар
аналар, олар деген мағына. Олар деп қолданайық. Көпше түрде дедік қой міне, улаика көпше түр. Олар жәннаттың адамдары. Яғни бұл жерде бұл улаика бізде сөйлем болып тұр. Бастауыш болып тұр. Себебі әл жоқ. Сондықтан бұл бастауыш болады, сөйлем болады. Тоғыз сөйлем. Дұрыс, керемет. Кеттік. Инна хазал Qur'ана сөйлем бе? Сөз тіркесі ме? Көрдіңіздер ме, өте оңай. Бүгінгі тақырып осы. Екеу болады, сосын аяқтаймыз. Инна хазал Qur'ана. Инна бізде не? Харф насып. Хаза бізде насып болыпты, бірақ көрсете алмайды. Хазал Qur'ана. Инна расында, шынында, күмәнсіз деген мағынаны білдіреді. Құранда өте көп. Так, бізде хаза мен тұр, жекеше түрде жақын нәрсеге мынау деген. Расында мына Құран деген сөз. Расында мына Құран. Бұл сонда сөйлем бе? Расында мына Құран деген? Жоқ, бұл сөз тіркесі. 12 сөйлем дейді. Жоқ, неге сөйлем? Бұл жерде әл тұр ғой. Әл Qur'ана. Сондықтан бұл сөз тіркесі болады 12. Міне исім ишара әл болса сөз тіркесі. Расында мына Құран деген мағынаны білдіреді. Шүбәсіз мына Құран. Толық сөйлем бе? Жоқ, толық сөйлем емес. Дұрыс, иә. Кеттік. 15. Тилка мин анбаи әл-ғайби. Тилка исім ишара алысқа қолданады. Мүнтір женский род. Одан кейін әл бар ма? Әл жоқ. Яғни бұл бізде не болып тұр? Так, бізде 15 сөйлем немесе сөз тіркесі. 18 сөйлем, я дұрыс. 15 бізде сөйлем, 18 сөйлем. Хазихи, мынау деген сөз. Міне, хаза, жақын қолданады. Хазихи, мынау. Нақатуллахи, нақат деген бұл ұрғашы түйе. Алланың түйесі. Мынау Алланың түйесі деген толық сөйлем болады. Қайдан білдік? Қалай аударды? Себебі хазихи деген алиф лам жоқ. Сондықтан бұл толық сөйлем болады. Толық сөйлем 18. Не үшін женский қолданып та айттық? Нақат деген ұрғашы түйе боласың, женский родта сөз, тәмәр өте тұр. Сондықтан бұл хазихи женский версиясы қолданып тұр. Сонымен міне қазақшада қалай болады? Мына қараңыздар, сөз тіркесі қалай болады? Мына мешіт деген міне. Мына мешіт деген бұл қараңыздар, мына мешіт деген бұл сөз тіркесі. Ал мынау мешіт десе бұл толық сөйлем болады. Енді арабшада қалай болады? Мына хаза дегеннен кейін әл келсе, міне осылай аударамыз. Хазал мәсжиду, мына мешіт болады. Хаза мәсжидун болса, мынау мешіт толық сөйлем болады. Көрдіңіздер ме? Хаза, егер сілтеу исм ишарадан кейін алиф лам келсе, біз оны осылай сөз тіркесі міне. Мына мешіт, мына үй деген сияқты аударамыз. Себебі ол сөз тіркесі ой әлі аяқталған жоқ. Ал егер исм ишарадан кейін алиф лам жоқ болса, онда ол сөйлем деген сөз. Хаза бәйтун, мынау үй деген сияқты. Хазал бәйту болса, мына үй, сосын ой біткен жоқ. Мына үй, хазал бәйту, мына үй. Біз бірақ хазал бәйту, бұл сөз тіркесі, сөйлем біткен жоқ. Сөйлем емес, ой біткен жоқ. Хазал бәйту. Ал хаза бәйтун болса, мынау дейші. Мынау мешіт, мынау хазал бәйту. Хаза әл бәйту болса, ол мынау үй, біреудің үйі деген сияқты ой әлі біткен жоқ. Ол сөз тіркесі бар. Ал хаза бәйтун болса, мынау хаза китабун деп басталады ғой медицинский курста. Мынау хаза бәйтун, мынау үй, бұл толық сөйлем болады. Қазақшада осылай болады. Мына жерде алиф лам болады. Алиф лам болғасын, мына жерде алиф лам болады арабшада.
жазып қояйын. Әлуат, мына жерде мынау үй, мына жерде алиф-лам болып тұр. Алиф-лам болса осылай ой аяқталмаған сөз тіркесі бар. Сондықтан біз өтіп жатырмыз. Ал егер исми ишарадан кейін ешқандай әлі болмаса, онда ол толық сөйлем болып бастауышы деп айтаймыз. Түсінікті ғой бүгінгі сабақ? Сонымен біз сөз тіркесін өттік. Маусуф сифа, бірінші зат есім, қалғандар сын есім болады. 4 сипаты бірдей болу керек. Жар мажрур харф жармен жасалады. Харф жар және есім араларында ешқандай сөз болмайды. Инна және исмуха харф насб және есімдер арқылы жасалады. Араларында сөз болуы мүмкін. Ешқандай проблема жоқ. Алыс қашықтықта олар дос бола береді. Идафа, олар екеуі жан достар, бір-бірімен жақын жүреді. Араларында ешқандай сөз болмайды. Идафаны қалай табамыз? Бірінші мудаф табамыз. Идафа екі нәрседен құралады, екі есімнен. Мудаф және мудаф илей. Мудаф дегеніміз есім статусы жеңіл, яғни тәнуинсіз немесе нунсыз болады. Сосын әл болмайды. Жақсы. Ол кезде мудаф сияқты дейміз. Мудаф толық мудаф болу үшін бізге мудаф илей. Мудаф илейдің шарты ол жар болу керек. Екеуі бірге болу керек. Жақсы. Оны идафа дейміз. Ол да сөз тіркесі. Келесі. Китаби, мысалы, менің кітабым, бәйти, менің үйім деген бұл мудаф барлығы. Сосын исм ишара. Мына бүгінгі тақырып. Исм ишара дегеніміз оңай. Исм ишара мен әл келсе, бұл сөз тіркесі болады бізде. Хаза, хазал бәйту, мына үй, хазихи, хазихил саджара дедік. Мына ағаш. Егер осылардың қайсысы бірінен кейін әл келсе, исм ишарадан кейін, онда біз оны сөз тіркесі дейміз. Хаза, алдыңғылары бізде жақын нәрсе қолданады. Мыналар алыс нәрсеге қолданады. Сосын мына женский родтағылар жекеше түрде ол хаза деген, мынау деген сөз, хазихи, мынау женский родта. Бірақ бұл мыналар деген мағынаны білдіреді қай кезде, егер бұл сілтеу бұзылған көкше түрге қолданса. Залика деген анау деген сөз, ол немесе анау. Тилка женский родта соның. Анау деген мағынаны білдіреді. Бірақ олар аналар дегенде мағына білдіреді қай кезде, егер бұл сілтеп тұрса, неге? Бұзылған көкше түрге сілтеп тұрса. Тилка кутубу деп болса, мысалы. Тилка кутубун болса, мысалға, кутубун бізде кітаптар деген сөз бұзылған көкше тұр ғой. Бұзылған көкше түрде арабтар жекеше түрдегі женский родты қарастырады. Сондықтан тилка деген қолданады. Түсінікті ме? Хазихи кутубун. Мына кітаптар. Хазихи кутубун болса, мына кітаптар. Мынау кітаптар. Ол кезде не үшін хазихи қолданады? Себебі кутубун бұзылған көкше түр. Хазихи русулун. Мыналар елшілер мысалға. Не үшін хазихи русулун? Себебі русулун бұзылған көкше түр. Тилка русулун. Тилка русулун деген бізде Құранда кездеседі. Тилка русулун не үшін? Женский родта, себебі русулун бұзылған көкше түр. Сондықтан ол кейде бұл жекеше түрде және көкше түрдегі мағынаны білдіреді. Мына женский родтағылар. Түсінікті, рахмет дейді. Жақсы, бүгінгі тақырып осы, исм ишара. Енді біз сөйлемге өсеміз. Сөйлемді уже исм ишара арқылы жасайтын сөйлеммен таныстық. Енді қалған екі-үшеуімен танысамыз, сонымен фиғылға өшеміз, Алла қаласа. Исмдерді өттік, исм фиғылды өткен жоқпыз. Исмді өттік, харфты өттік, исмдіктерді өттік, ишараны өттік, 5 сөз тіркесін өттік, енді сөйлем қалды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.